Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман? Өмірден ерте кеткен жас жазушымыз Торғын Жолдасбек қызының сөз атты повестін ұсынамын. Менің каналымды қолдап, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Көктем шығысымен кері қайтамын. Тірі болса оралам. Тек сол кезге дейін, соған дейін шеше байғұс егілді. Алайда орыстың сары кемпірі оның бұл сөзіне де, мөлтілдеген көзіне де жібей қоймады. Мелшиіп бір қарады да қақпаны тарс жауып ішке кіріп кете барды. Рысбала болса өте алған жоқ. Сол орыннан тырп етпей ұзақтау тұрып, аула ішіне телміре қарай берді. Сондағы қия алмағаны, бірінен бірі аумайтын екі кішкене домалақ көз, сары қыздары, 5 жасар Ажар мен 3 жасар Базар еді. Ал шешенің мына тұрысында, ойындағысында, өзге жетімдер арасында алаңсыз ойнап отырған ол екеуі еш сезіп білген жоқ. Рысбаланың жүрегін осы да тіле түсетін. Бірақ олай етпеске амал болмады. Қалай ғана кетіп барам, тастап барам деп ашықтан ашық айта алмақ. Сол себепті жылады. Бала болса да мұны қасында тұрған 7 жасар Ысқақ ұққандай. Қақпа арасынан қарындастарына сағалап қараумен болды. Тағы бірер уақыт тұрған соң, өмірден толық жеңілгендей көңілмен Рысбала ақыры кері бұрылып, ұзақ жолға шықты. Қарындастарына бір, анасына бір жалтақ қарап қойып, Ысқақта бірге ілесті. Бұл олардың соңғы көрісі боларын сол күні ана байғұс білгенде жоқ. 1931 жылдың күзі. Аштық, есік қаласы, жетімдер үйі. Кеш қарауытып бара жатқан кез болатын. Бүгінде базарды қасынан бір елі жібермеген Ажар күні бойы қақпа күзетумен болды. Күтеді. Әлгі орыстың кемпірінен соңғы апта бойы анасының қайтып келмесін. Енді күтудің қажеті жоғын естісе де жасымады. Керісінше бір көргеннен жылы тартпаған кемпірге тістене қарап қойып, ары қарай күтті. Осы қылығы үшін сөз де естіді, шыбықтың дәмінде татты, бірақ еш қайтпады. 1932 жыл, көктем. Жетімдер үйіне күн сайын бір бала тірі кірсе, енді бірін керісінше ажал жетектеп әкетіп жатты. Бүгінде дәл сондай күннің бірі болатын. Әдеттегідей балаларды аулаға шығарған жетекшілер бір уыс тарыны жаңа шыққан көк шөп үстіне шашты. Аштықтан әбден қалжыраған жетімдердің біразы мұны көрісімен дәл тауықтың шүжесіндей шұрқырасып, оларды іздеуге көшсе, енді бірі тіпті бойын көтере алмай шетте қалды. Іздеген тапса да қаншалықты ауыз толтырып шайнайды дерсің, десе де соған айналады, алданады. Бұған балалардың да, ересектердің де еті үйреніп кеткелі қашан. Енді қайтпек, заман сондай болатын. Ажар мен Базарда қалыспады. Еңбектеп жүріп дән іздеді. 2 жас үлкен Ажар шапшаңдау қозғалып, тапқанның бірін өз аузына салса, енді бірін Базардың аузына тықты. Бірақ бүгін Базар бұған қанағат ете алмады. Жерге отыра кетті де, Ажар, менің қарным ашты, нан жегім келеді деп боталай жылады. Ажар қарап тұрмады. Маңында тізерлеп жүргендерді күшпен шетке итеріп тастады да, шөп арасын асығыс қарап жатып, Базар жылама, міне, қазір саған тарының бір уысын жинап беремін, бүгін тойып жейсің деп сендіре сөйледі. Сол кезде әпкесінің сырт айналған келбетіне Базар бір қарады да, кішкене ғана уысына қыса ұстаған шөпті қомағайлана аузына салды. Сол сәтте-ақ сұлқ қылады. Манадан шөп арасын тінтіген Ажар мұны көрісімен бірнеше тарының дәнін ұстап қасына жетіп, Базар, тұра ғой, саған тар әкелдім, осыны жеп ал, сосын одан да көбін әкелемін деп, иығынан жұлқып жан даусы шықты. Бірақ Базар басын қайта көтермеді. Тарыны да жемеді. Нан сұрап жылаған да жоқ. Көздері сәл ашылған қалпы, дәл бір
Қарны тоқ баладай әпкесіне жымия қарап жата берді. Ажар оны, тұршы, ертең Ысқақ ағамды ертіп апам келеді. Бәріміз үйге қайтамыз, деп алдап та көрді. Бірақ нәтиже болмады. Дәл апаларының енді өздерін іздеп келмесін білетіндей үнсіз. Ажар да берілер емес. Сіңілісінің мына жатысын біреу-міреу көріп қояма дегендей айналасына жалтақ қарап қойып, жалына түседі. Бекер болды мұнысы. Манадан мына көріністі сырттай бақылап тұрған әлгі орыстың кемпірі дәл екеуінің қоштасуларына уақыты келгісі келгендей біраз тұрды да ақыры қастарына келіп, үн-түнсіз өлі баланың қолынан сүйреп кете барды. Әншейінде базарда жанына тірі жан жолатпайтын Ажар бұл жолы жолын бөгемеді. Аттандап артынан жүгірген де жоқ. Тек үнсіз еріп жүріп, қақпаға дейін шығарып салды да, сол маңда тұрып, бұл күні өзге де балалардың панасына айналған сай жаққа көз тікті. Ойлағанындай-ақ, базардың денесінде жотадан асыра лақтырған әлгі кемпір сол маңда біраз жалғыз тұрды да кері қайтты. Қақпадан кіре берген ол уақытынан бұрын есейген қаршадай қыздың өзіне тесіле қараған жанарынан бар азасын көрсе де, айтпағын ұқпағандай қасынан өте шықты. Енді қайтпек, қайбіріне ет жүрегі езіліп егіле бермек. Заман сондай болатын. Қыс, таңға жуық кез. Базары кеткелі өзге балаларға қосылмай, оқшалау жүретін Ажар терезе түбінде бүрісіп ұйықтап жатқан болатын. Түсіне базарды жетектеген шеше кірді. Бірақ бұл жолы да соңдарынан еруге мұрша бермей, шапшаң басып кете барды. Осы сәтте ұйқысынан оянған ол өзінің астау ішінде отырған ұқты. Қасында жотасын тіреп басын демеген әлде біреу тағы бар еді. Қасында есін жия келе оның жүзінен орыс кемпірді таныса да не болып жатқан ажырата алмады. Дәл 12 мүшесі семіп қалғандай әрекет ете алмады. Қарсыласуға да мұршасы болмады. Сол кезде тәрбиешінің біріне қараған әлгі орыс кемпір тірі екен, тоқтама, құя түс, деді бұйырғандай. Мұны естіген өзге әйел қолындағы ожаумен төбесінен жып-жылы су құюды жалғастырды. Мұнысы желдің күшімен ашылып кеткен терезесінің түбінде жатып, тұла бойын мұз шалған баланың тәніне қан жүгіртіп, жанына рақат сыйлады. Сәлден кейін есін толық жиған сары қыз бойын көтеріп, астау қасында бұл сезімді дәл өзінде сезіне алмаған бірнеше баланың өлі денесі жатқанын көрді. 1933 жыл, жас кезі. Бұл күнде жаппай тәркіленген малдың бір бөлігі елге қайта қайтарылып, жұрттың аузына аз да болса нан тиіп, ел ішіндегі жағдай сәл де болса қалыпқа келе бастағандай еді. Жетімдер үйіне де аштыққа әбден еті үйренген Ажардың күтпеген жерден іздеушісі табылды. Ол әкесінің Құлпы есімді қарындасы болатын. Жаны сұруынан шыққан ағайынды үшеудің үлкені Нұрпейістің жұбайы екен. Нұрпейіс 3 інісімен колхоздың азын-аулақ жылқысын бағатын. Ортаншы қайнысы Байқоныста бала болмаған соң Ажарды сол кісіге беруді жөн көріпті. Осылайша Ажар әпкесінің соңынан еріп, жаңа өмірге аяқ басты. Бұл күні жасы не бәрі 7-де болатын. Жолаушыларды жетімдер үйінен үнсіз шығарып салған әлгі орыс кемпір, дәл арба қозғалар сәтте, қайда жүрсең де аман жүр деп қоштасты да, алғаш күндегідей емес, қақпа аузында біраз кідіріп, қаршадай Ажардың соңынан ұзақтау қарады. Мұны көрген бала да арба үстінде отырып, соңына жалтақтай берді. 2 жылда біріне бірі еш қабақ жазбаса да, бүгін екеуі қимай қоштасқандай еді. Әйткенмен, бала Ажардың есінде бұл кісі есімсіз орыстың сары кемпірі болып қана жатталды.
Жетімдер үйінен алыстаған сайын Ажар 3 жылдың ішінде балалардың сүйегінен ақ өсіп шыққан жаңа төбешікке қарайлай берді. Ол төбе базарды ғана емес, талай қазақтың ұрпағын жұтып қойған болатын. Сіңілісінің соңына қарайлай беруінен болашаққа деген үрейінің барын сезген құлпы: Ажар, бала болсаң да көпті көрдің, өзіңнің алдыңда кінәлімін. Қырбалтайдағы бар малынан айырылғанға дейін ағам бәрімізге бас көз болды. Бірақ басына күн туған сәтте біріміз жәрдемдесе алмадық. Базар екеуіңді жетімдер үйіне өткізіп, пана іздеп келген шешеңе де қол ұшын соза алғам жоқ. Аманатын да орындай алмадым. Себебі аштық бәрімізді бірдей қысты. Өзге де жоқ нан бізде де болмады. Енді міне, Қанат ағамнан өзіңнен өзге көз қалмады. Әттең, қайтсем де ұрпақ жалғар ұлды аман алып қаламын деген шешең дәл осылай боларын білген бе деді де сөзінің аяғын жұтып қойды. Бұдан артық сөздің қажеті болмады. Ажар әпкесінің өзіне айтқан қаралы хабарын ұқты. Бала жүрегімен сезінді. Сол себепті ары қазбалап еш нәрсе сұрамады. Тек қайта басын кері бұрды да алыстап бара жатқан әлгі төбеге көз тігіп отыра берді. Бірер жер жүрген соң құлпы қойнынан жарты уыс қуырылған бидай шығарып, жарымын балаға ұсынды. Әлгіні шашып алмайын дегендей абаймен алған Ажар бірден аузына апармай алақанына біраз қарап отырған соң, ақырын ғана осы бидай болғанда базар өлмес еді деді де уысын жұмды. Бұл сөзге қосып алары болмаған соң, әйел үнсіз жанарын алысқа ала қашып терең күрсінді. Кешқұрым Талғар маңындағы Энгельс колхозы арба Байқоныстың үйінің ауласына келіп тоқтағанымен Ажар түсуге асықпады, жүрексінді. Осыны сезгенде қасына жақындаған құлпы: Ажар, түсе ғой, үйге келдің деп тіл қатты. Бұған бала: сенімен жүрсем болмай ма? Саған бала болума бола ма деп өтінгендей. Осы кезде үйдің есігін ашылып, іштен шыққан ер адам: кеп қалдыңдар ма, Ажармысың? Неге отырсың? Жүр үйге, кіріңдер. Әй қатын, қайдасың? Кері шық деп бұларды ішке шақырды. Дауысындағы жылулықты естіген соң ба, жоқ әлде басқа себеп болды ма, Ажар бірден арбадан түсіп соңына ерді. Үйге кірісімен Байқоныстың әйелі әйім сығырайтып, май шамның білтесін тұтатып, дастарханға бидайдың кебегінен пісірген сорпа қойды. Сорпасының не екен ұмытқан бала сылдыр астың өзін маңдайы жіпсіп отыра ішті. 1934 жыл мамыр айы. Өгей-өгейлігін көрсетпей тұра ала ма? Алғаш кездері ерінің өтінішімен өзгенің баласын сәлде болса шыдамдық танытуға тырысқан әйімнің бұл күнде беті ашылған. Таңның атысымен сіркесі су көтермей жүйкесі жұқарып тұрады. Ажардың отырысы да тұрысы да сөзі де өзі де қытығына тиеді. Ал бір ай бұрын көптен күткен өз перзенті ішін жарып шыққалы мұнысы тіпті асқынды. Өзі де жарымаған асқа мына бөтеннің ортақтасқанына қаттырақ бататын болды. Сол себепті таң атпай жатып Ажарды орнынан тұрғызып, бар байлығы 2 бұзауды қырға апарып жайып келуге жібереді. Бұған Ажардың еш қарсылығы жоқ. Керісінше, осылай ен далада түрпексіз жүргенді жақсы көреді. Оның үстіне Талғардың тауларындағы жабайы алмалар түйін сап қойған. Көкте болса тойып жеп, артынан бұлақ суын ішіп, құрсақ толтырады. Бүгін де дәл солай болды. Таңнан бұрын оянған қыз 2 бұзауды алдыға салып көкке кетті. Әдеттегідей алғашқыда үстіне киген жұпыны көйлегін беліне дейін көтеріп байлап алды. Біраз жер жүріп қырға жеткен соң, биік шөптің таңғы шығына малынып, әбден су болған дамбалын шешіп алып, бұта басына жайды да етегін төмен түсірді.
Осыдан кейін бұзау шөпке, өзі алмаға кіріп, әбден қарын тойдырды. Түс қайта кепкен дамбалды қайта киіп, бұзауларды қайырып үйге оралды. Келген бойда есік аузында тұрған атты танып, Байқоныстың бауыры Байжаныстан туған Хамиттің келгенін ұғып, көңілі жадырап сала берді. Бұзауларды қораға қамай салысымен үйге жүгіріп кірді. Мұны көрген әйім бірден: «Ия, неменеге далаңдайсың? Қамқоршының келгенін біліп, есіріп тұрмысың?» деп зірк етті. Нәтижесіз емес, Ажар есік аузында сылқиып тұрып қалды. Әйім болса, баласын сырт қарап емізіп отырып: «Өзіміз жемесек те осы жесін деп барымызды алдына асырамыз. Жылы жерде жатып, қанғанша ұйықтайды. Ал сонда біз не пайда көреміз?» деп әдеттегідей әніне басты. Мұнысына еті үйренген Хамит: «Жеңеше, сол себепті Ажарды менімен ормақ қайға жіберіңіз. Жайлауда қасында жүрсе, біраз нәрсе үйреніп, әлі үйге табыса келетін болады. Ал мына үйде отыра берсе, қазан ошақтың астын тырмалағаннан басқа не бітіреді дейсің?» деп көндіре бастады. «Жоқ, бармайды». Осы кезде ішке кірген Байқоныс мән-жайды бірден ұққандай: «Барсын, барып келсін, ұстама», деді де дастарханға отырды. Еріне қарсы келе алмаған әйімнің мысы құрса, біріне-бірі қуаныса қарасқан екеу асығыс сыртқа шықты. Еркіндік сыйлайтын жайлауды Ажар жанындай жақсы көреді. Оның үстіне қасында алғаш көрген күннен өзіне мейірімін төгетін Хамит ағасы бар. 17-18 жасар жігіттің қан туыстығы болмаса да жан жақындығы бар еді. Туған қарындасындай қамқор, реті келсе, ылғи осылай өзімен ертіп жүргенді ұнатады. Оған қызы баласың демей, керісінше еркек балада еркіндік сыйлайды. Алғашында тайға отырғызса, сосын жорғаға мінгізіп, енді міне ат ерттеп берді. Онымен қоймай, қолы боста, өзі шамалас өзге ер балалармен күрестіріп, жігерін қайрай түседі. Бұған Ажарда еш қарсы емес. «Қолымнан келмейді ау» деп жасып та көрген жоқ. Жалпы бұлай деу оның өжет табиғатына мүлдем жат болатын. Ал Хамиттің қасында жүрсе, әлі жетпесе де таяқ жемесін сезген соң, алдына келген ұлдардың бәрін бірдей жайпайтын. Ондай кездерде Хамит бар даусымен қарқылдай күліп, арқасынан қағып: «Әй, бәрекелді жігіт екенсің» деп мақтайды. Өзгеден жылы сөз естуден ерте қалған жанға бұдан артық не керек? Ормақайдағы бұл жаз осылай Хамит ағасының қасында асыр салумен өтті. Жасы 8-ге келген сары қыздың бітімі өз қатарластарынан біраз ұсақтау болса да, бұл жазда едәуір ет жинап өсіп қалғандай еді. Күздің қоңыр салқыны сезіле бастаған кезде жылқышылар елге қайтуға жиналды. Бұны жан тәнімен қаламаса да, Ажардың да таудан түсіп өз үйіне оралуына тура келді. Энгельстегі сабаннан тұрғызылған 2 ауыз үйіне дейін жеткізіп салған Хамит асығыс өз жөнімен кетті. Ажар болса бірден ішке аяқ басқысы келмегендей сыртта бөгелді. Мұны байқап баласын көтеріп, үйден шыққан шешесі сырттағы тапшан үстіне отырып жатып: «Неменеге тұрсың, мелшиіп? Әлде алдыңнан шығып қарсы алғанымды күтемісің? Ойының қанып келген боларсың. Ал менің күнім болса мынау. Балам бір жақта, үйім бір жақта. Омырауыма түйін қаттырып алдым. Ыстығым түспегелі бүгін 3-ші күн» деп зарлай жөнелді. 3 айда шешесінің күңкілінен біраз шығып қалған бала не істерін білмей, біресе от жақпақ болып ошақ басына, біресе құдықтан су әкелмек болып шелекпе жармасып әбігерге түсті. Мұны көрген әйімнің одан бетер алшуы қозғандай: «Неменеге тапырақтайсың? Саған су деген кім бар? Бері кел, мына емшектегі түйін кетпей, менің бетім бері қарамас. Балаға емізсем іші өтеді. Сол себепті соны сен еміп, түкіріп тастауын керек» деп бұйырғандай сөйледі. Мұны естіген Ажар сілейіп бір орында тұрып қалды. Әйім болса: «Ей қаншық, мынаны қара. Егер сені жетімдер үйінен алып
үлдемен бүлгеге орап, қарыңды тойдырып отырмасақ, сенің күнің не болар еді? Өзгелерде сен де жерде жатар ең. Сол жақсылығымыздың далаға кеткенін-ай. Сені асырағанша ит асырағаным жақсы еді. Жеген асың арам деп әкете жөнелді. Тұл жетімдігінде барар жерінің жоғында айтпай-ақ білетін бала бұл зарды арыда тыңдап тұра беруге шыдамағандай, ақырын ілгері басып шешесінің қасына жақындады. Дәл осылай етерін білген әйел: осылай тұра беремісің? Бүк тізеңді. Әбде оқтау жұтып алдың ба? Деп жатып, ауырсына ісінген омырауын ашты. Бұл күнде өз зілімен сары қыздың есінде мәңгілікке жатталды. 1940 жыл, күздің қара суығы. Ажардың жасы биыл 13-ке толған. Бұл күнде сары қыз аттың құлағында ойнап көкпармен бәйгеге шабатын шабарман болған. Түзде оны бәрі жүйрік қыз деп қана біледі. Ал үйде әйімнің қыспағының астында өсіп келе жатқан соң, жүрегі әбден қатайып, ауыр сөзге де, арқаға теген шыбыққа да еті үйреніп кеткен. Қорқу да, қобалжу да жоқ. Әркез үйдің де сырттың да жұмысын қатар алып жүріп, долы әйелдің зарына құлақ түрмей, ісін қамдай береді. Бірақ кейде шешесіне мұнысына да бататындай көрінеді. Ондай кездерде қайтсем жанды жеріне тиемін дегенде ілік іздейді. Табады да. Бүгін де солай болды. Әкесінің үйде жоғын пайдаланып, әйім ошақ қасында отпен алысқан қыздың қасына кетпей құлақ етін жейді. Қызда ләм-мим деген жауап жоқ. Көбіне осылай құтылатын. Кенет тапшан үстінде тұра келген шеше: Ажар, ананы қара, Әбдіреш келеді. Жүгір, алдынан шық, деп жарқын-жарқын сөйледі. Манадан бықсып жанған дымқыл жыңғылдың түтініне қақалса да, шешесінің әр сөзіне төзген қыз бұлай деуіне көне алмады. Ошақтан басын жұлып алып, әйімге жалт қарады да, мұны байқаған шешенің жаны кіргенде: қане, тұр орнынан, беті қолыңды жу, Әбдіреш келіп тұр емес пе? Деп піскілей түсті. Сонда қайта ошаққа бұрылған қыз мұрын астынан: келсе қайтейін, деп күмбірледі. Онысын анық естісе де, әйім қасына келіп, жетіп келіп: не дейсің? Естіртіп айт, мынаны қара. Қасарысқанда қайда барасың? Мен сені әлі Әбдірешке байға беремін, көрде тұр, деп мысқылдай сөйледі. Мұны естіген қыз қайта жалт қаратта, қаласаң сол Әбдірешке өзің тиіп ал дегенін өзі де аңғармай қалды. Ылғи осылай болатын. Тіл қайтармай қанша шыдап бақса да қарсы шықпасқа мүмкіндік қалдырмайтын. Артынан жазасы қатты боларын білсе де, бүгінде дәл солай болды. Өзі де соны қалап тұрған әйел: мына қаншы қайтеді? Қап бәлем сені ме? Деді де, ошақ аузында жатқан қып-қызыл кесеумен арқадан осып кеп қалды. Сәл бетін бүркегені болмаса, сары қыз еш қашқақтаған жоқ. Сол отырған орнында қала берді. Осы сәтте қастарына екі аттап жеткен Әбдіреш әйімнің қолындағы көсеуді бас салып: әпке, оның не, ұрмашы, ұрма, деп өтінді. Тек сол кезде басын көтерген қыз, өшін кімнен аларын білмегендей орнынан атып тұрып, жігітті көкіректен бар күшімен итеріп кеп жіберді де: жек көремін сені, жек көремін, деп үйден аулақ тоқтамай жүгіріп жөнелді. Ажар, тоқташы, кетпеші, тоқтай тұршы, деп жігіт тоқтатпақ еді. Қолынан шап берген келіншек: ұстама, кете берсін, барсын, қайда сият дейсің? Менен басқа кім керек қылар екен, көрерміз. Өзі алдыма жорғалап келер, деп көкбеттеніп қыздың соңынан айқайлап қала берді. Тоқтамады. Тоқтар ойы да жоқ еді. Қараңғы мен қатар суықтың күшейгеніне де мән бермей жүгіре берді. Зорығып жүгіре берді. Екі өкпесі өрт боп жанса да, кеудесінен жаны шығып кетсе де, енді көңісі жоқ еді. Бұл қорлыққа мойын сұнғысы келмеді. Бұл күні Ажардың жанын жаралаған өгей шешенің таяғы емес, жетімдігі де емес. Ерік жігерін одан бетер жығу үшін
өгей шешенің жиен інісіне қатындыққа беремін деген еді. Қорқатын. Бұл жолы да көне салса, өле-өлгенше өгей шешенің таяқ астынан басын көтере алмай өтерінен қорқатын. Өзінен 300 үлкендігі бар Әбдірешті жақсы көрмегендіктен емес, сол арқылы өзін жеңгісі келген шешенің әміріне көне алмаған соң туылайтын. Мейлі, Әбдірештен осы күнге дейін еш жамандық көрмесе де, керісінше әркез әпкесінің таяғына араша түсерін білсе де, көнгісі жоқ еді. Оған қоса әйім осылай мазағымен жотасын кілген сайын Әбдірешті одан бетер жек көре түсетін. Сол себепті соңғы күші қалғанша тоқтағысы келмей, әкесінің қарындасы тұратын базды бетке алып жүгіре берді. Бірақ адам тәні қаншалық шыдар дерсің? Әбден қараңғы түскен шақта зорығып жығылды да, сол жерде екпетімен біраз жатқан соң шалқасынан түсіп аспанға қарады. Қап-қараңғы шексіздікте жұлдыздар жымыңдайды. Ай да мінсіз. Бірақ алқымын баса алмай, әлі де жөткірініп, өз деміне қақалып шашалған қызды бұл көрініс жұбата алмады. Сол себепті мына жапан түзде өзін көрер көз болмаған соң сезімге ерік берді. Онда да еңкілдеп зарланбады, жай ғана жанарын бір жеңмен жасырды да егіле берді. Кенет қыр жақтан қасқырдың ұлыған дауысы естілді. Қорықпады. Керісінше, іште жиналған ашуды шығарар сәт жеткендей орнынан атып тұрды да, бешпентінің көкірегін жұлқып ашып тастап, «Қасқыр! Қасқыр, кел! Тоқтама! Кел, мені жеп кет!» деп айқай салды. Осыдан кейін айналасына өшіге қарап біраз тұрды да, қасқырдың өте қоймайтынын түсінгендей алдыға қарай жылжыды. Таң ата дәл базға жетер беттегі өзеннен өте алмаған сары қыздың біраз күдіруіне тура келді. Онда да қарап тұрмады. Бірнеше рет долы өзеннен де айқасып көрмек боп суға түсті. Бірақ суық су өңменімен өтіп, буырқанып бой бермеді. Осылай тұрғанда баз жақтан жездесі Нұрпейіс келіп, арғы бетке өткізіп алды. Үйге кірген сары қыз тіл қатпай есік аузында басын төмен түсіріп тұра берді. Сіңлісінің мына кейпін көрген Құлпы бір егіліп алды да, су ысытып, аяғын жылы суға салып, ыстық сорпасын ішкізіп күтті. Ажар онда да тіс жарып, болған жайтты айтпады. Тек әпкесі үстіне киген жұқа бешпентін шешіп, арқасына түскен күйікті жуып жатқанда ғана, «Енді ол үйге қайтып бармаймын» деп кесіп айтты. Құлпы жіпсіп кеткен мұрнын ішке тартып, пышылдағаны болмаса тіл қатпады. Олай етуінің де себебі бар. Абысыны мейірімсіздеу болғанымен, қайнысын сыйлаған соң, өзі апарып қосқан баланы қайта бөліп ала алмасын білді. Өйтсе де, бауырлар арасына ірткі саларын ойлады. Бірде аш, бірде тоқ, өз балалары тағы бар. Сол себепті Ажарды үйіне 3 күн қондырып, көңілін аулаған соң барынша басу айтып, ақыры кері қайтарды. Энгельске келген уақытта әкесі үйде болатын. Сол себеп болды ма, абысынының келгенін көрген әйім, бересе тентек қыздың болмашы нәрсеге бола таза білініп, қаша жөнелгенін, біресе бала болған соң ба, ақымақтық жасамай тұрмайтынын айтып мәйек болды. Осымен бар мәселе шешілгендей болып ағайынды жақсы тарқасты. Бір көрген жанға ғана әрине. 1941 жыл. Жаз аяғы. Соғыс. Ел ішін үрей жайлады. Ерлер жаппай майданға тартылып, жас балалар мен әйелдер еңбекке жұмылдырылды. Бұл заңдылық Байқоныстың шаңырағында шет айналмады. Жаратқанға жалбарынған шеше мен бала әкені қатері көп сапарға шығарып салды. Үйді аралаған тексерушілер келіп, 14-тен 15-ке қараған Ажардың бидай бастарына жұмысқа түсетіндігін жеткізді. Келесі күні
Таң атар-атпастан арба келіп, қызды өзі шамалас балалармен бірге талғардың шет жағына жеткізді. Бір сәтте тоқтамаған комбайнның әупілдеп құлақ жарар үні, көкке бұрқырап көтерілген шаң тозаңы бидай бастарын алғаш көрген жанның мазасын алады. Алайда адам неге болса да бейімделгіш келмей ме, бұған да үйренді. Жаңа келген балаларды қабылдап алған Жақып есімді жасы 60-тан асқан бригадир бұларды өзімен бірге ертіп жүріп, гүрілдеген мәшинемен жарыса, мына комбайн күндіз-түні тоқтаусыз бидайды сұрып бөледі, сабанын ажыратады. Біздің мақсатымыз осы машинаның жұмысын істеуіне бар жағдай жасау. Ол үшін арбамен қатарласа жүріп, кері жолда кедергі болмау үшін бөлінген сабанды тездетіп төгіп отыруымыз керек. Ұқтыңдар ма? Деп дауысы қарлыға жұмыстың қыр-сырын түсіндірді. Балалардың өзін түсінгенін көрген ол, Ажар мен Нұрсұлу есімді қызға ат арба беріп комбайнмен қатарласа жүруді тапсырды. Осылайша қыздың бір арба үстінде тұрып бөлінген сабанды мая-мая етіп жинаса, екіншісі ат жетектеп сабанды төгіп келіп отырды. Арада бірнеше апта өтті. Ажар құрбысымен күн демей түн демей еңбек етті. Бригадирдің бақылауымен тәулігіне бір рет өзгелермен орын ауыстырып, 3-4 сағат ұйықтады. Басқа кезде көретіндері бір сабан ғана. Жұмысқа ілесу тұман іспесте шаңның қалыңдығына қарамастан, күндіз біршама жеңіл болса, түнде тіпті оңайға соқпады. Дәл сондай түннің бірінде Ажар аттың кедергісіз жүруі үшін алдыға түссе, Нұрсұлу бөлінген сабанды жинап арба үстінде еді. 4-5 айналымнан кейін орын ауыстырар уақыт жеткен соң арбаға жақын келген Ажар Нұрсұлудың өз орнында жоғын көрді. Құрбысының аяқ асты қайда кеткен ұқпаған ол, мәшинаның үнімен жарыса айқайлап шақыра бастады. Жауап болмады. Мәшинаны жүгіріп айналып та шықты, таба алмады. Ақыр болмаған соң кабинаға қарғып мініп, жүргізушіден молотилканы тоқтатуды талап етті. Сол-ақ еді айнала жым-жырт болып тынышталды да қалды. Адам құлағына тыныштық та жат көрінетін кез болады екен. Мәшина төбесіне шыққан жұмысшылар бір дауыстан айқайлап, қалың тұманға үңіле қарайды. Бұл жолы да жауап болмаған соң, өліде болса денесін таппақ болып, қолдарына айыр алып, шөп арасын тіміскілеуге көшті. Бірер уақыттан соң, әлде бірінің айыр сұққан жерінен қыз баланың баж еткен жан дауысы естіліп, сол маңына жүгіріп жеткен барша топан арасынан Нұрсұлудың дін аман тапты. Тек сұққан айыр оң аяғының бәшбәй арасына кірген екен. Сөйтсе ұйқысыз әбден қалжыраған бала арба үстінде қалғып кетіп, үстіне мая жиналғанында бір айналымда сабанмен бірге төгілгенін де сезбей қатқан екен. Мән жайды ұққан көпшілік баланың мотылка жолында болмай, немесе айырдың жанды жерінен кірмей аман қалғанын айтып, әлі дәм тұзы таусылмаған екен десті. Осыдан кейін Жақып өз шапанының астарынан кішкене мақта шығарып өртеп, соның күлімен Нұрсәуленің жарақатын зарарсыздандырды да аяғын таңып қойды. Артынша мәшине қайта іске қосылып, жұмысшылар түк болмағандай еңбекке кірді. Арада тағы бірнеше апта өткен кез болатын. Түскі кез. Ажардың қасына жақындаған Жақып қария: «Тездет, сені Василий Андреевич шақырып жатыр», деді. Мұны естіген қыз бірден колхоз басшысына жетті. Бөлмеге аптығып жүгіріп келген қызды көрген Вася ағай: «Ажар деген сенбісің? Байқоныстың баласысың ба?» деп жөн сұрады. «Иә, менмін. Ендеше тыңда. Әкелерің баққан бір табын жылқыны бағуға ие шықпаған соң, Бәтейдің үлкен шопан, ал сені кіші шопан етіп тағайындауды ұйғардық. Келісемісің?» Ажардың қарсы емес екендігі жүзінде тұрды. Жылқыны жанындай жақсы көретін баланың бұдан асқан қалауы жоқ еді. Мұны байқаған Вася ағай: «Ендеше қазір
Саған аттардың бірін берейін. Бүгін үйіңе қайт. 2 күн тынық. Содан кейін жұмысқа кірісерсің деп ойын түйіндеді. Мұны естіген қыз қуанышы қойнына сыймағандай болып үйіне жетті. Алайда оның қуанышына қосылып бірге қуанар шеше қайта. Үйдің тірлігінен қашып бара жатқанын айтып, бар өткен кеткен еске салып біраз жер тарқатты. Содан кейін біраз үн-түнсіз отырған соң, аяқ асты, мейлің, барсаң бар. Бірақ мен ертең бір күнге төркініме алып барып келемін. Сен үйге бас-көз бол. Қасыңа Әбдірішті қалдырып кетемін, деді де, қайтер екен дегенде қызға тесіле қарады. Жүзінде ерсі күлкі бар еді. Мұнысын ұнатпаған Ажар бірден қажет емес, өзім-ақ қаламын. Әбдірештің қажет жоқ деп шыж-быж болды. Сенен рұқсат сұрап тұрғам жоқ. Сені алаңдайды ғой, деймісің? Саған сенбеген соң солай істеп отырмын. Мен жоқта қаңбадағы астың жоқ қылып жіберерсің, қайтемін, деді. Шешесінің сырын білген соң бұл жолы да жалынғаны нәтиже шықпасын түсініп үнсіз қалды. Келесі күні таңда 7 жасар ұлын ерткен әйім көрші ауылдағы төркініне жиналды. Бұл кезде өткен жылыға қарағанда бойы біршама өсіп, дауысы гүгірлеп, бала мұрты шыққан Әбдіреш те келіп жеткен болатын. Қуанышы қойнына сыймай, алып ұшып келген інісін көрген әйел, ал, енді үйде қызда сенікі. Өзің бас-көз боласың, ерік өзіңде, деді де сықылықтай күліп жолға шықты. Мұны естіген Әбдірештің құлағына дейін қызарып, әпкесіне бір, Ажарға бір қарап әбден састы. Десе де, мына жағдайға ол да дән разы болды. Ажар да қызара бөртті, бірақ қуаныштан да, ұяттан да емес. Оны қысқан ашу болатын. Сол себепті қос жұдырығын тас қып түйген ол, шеше отырған арбаның қозғалғанын күтпей бірден қора жаққа қарай беттеді. Өшін кімнен аларын білмей, қораға кірді де қолына күрек алды. Сөйтті де өзі жоқта жиналып қалған қидың төбесінен қойып кеп қалды. Не керек, жазығы жоқ қиды ұрды да, соқты да, лақтырды да, бастырды, әйтеуір қора тап-тұйнақтай болғанша дамылмады. Әбдіреш те қора маңында жүрген болатын, бірақ ішке кіруге батпады. Себебі ол қыздың сырын білетін. Әпкесінің сөзіне бола, дәл қазір оның қиды емес, мына өзін жазалағысы барын да түсінетін. Сол себепті қасына жоламады. Жай ғана анадайда тұрып, өкпелі қыздың әр қимылын бақты. Түс болды, Ажар әлі сыртта. Демалып, белде жазған жоқ. Аста ішпеді. Манадан басына бармай анадайдан қиыла қарап қойып, өзімен бір жүрген Әбдіреш те соған ілесе қолына біресе күрек, біресе айыр алады. Бірде отын тасып, бірде тезек басады. Сол арқылы сәлде болса кінәсін шайғысы бар. Бірақ мұнысын ұққан қыз қайда? Өзін келекей етеді дегендей, одан беттер тістенеді. Жұмыс істеген болып қасына сәл жақынырақ жолап кетсе, бар көзімен қадалып өшіге қарайды. Бар жан дүниесімен қаламағанымен, қараңғы түсе Ажардың үйіне кіруіне тура келді. Күздің кеші де едәуір салқын болған соң, олай етпесіне қоймады. Осылайша ұзақ ойланып, өз үйіне сескене кірді де, төрде отырған жігітті көріп, бір сәтке есік аузында абдырып тұрып қалды. Жігіт болса орнынан атып тұрып, саған айран құйып қойдым, таңнан нәр татпадың, нанмен жеп ал деп, ақырын ғана, дәл айран емес, у ұсынғандай едіреге қараған қыз, жесең өзің же, менің қарным аш емес, деді де, жылдам басып, төр үйге кірді. Айранды алып, соңынан ерген қараторы жігіт мұңлы жүзбен, Ажар, сенің маған өкпелі екеніңді білемін. Бірақ жалынайын, бір ашуыңды берші, дей беріп еді. Сөйлеме, атымды да атама. Естігім келмейді. Сенімен бір бөлмеде отырғым да келмейді, деген қыз қайта далаға атып шықты.
Қолындағы айранды дастарханға қойған жігіт: «Қайда барасың? Қараңғы түсті. Түн салқын», деп соңынан ерді. Сол жүргеннен тоқтамаған Ажар қамбаның аузын ашып ішке кірді. Жігіт те қалмады. Сөйтті де соңынан шапшаң басып жетіп, жотасынан құшақтай алып: «Неге өйтесің? Мені неге сонша жек көресің? Ант етейін, өзіңді өле-өлгенше аялап өтемін. Ешкімнің ренжітуіне жол бермеймін. Тек рұқсатыңды берші», деді ентіге. Алайда оның мына әрекетінен де, сөзінен де зәресі қашқан қыз дәл отқа түсіп қалғандай баж етті. Артынша жұлқынып уысынан босап шықты да, аныдайда тұрған орақты ала салып: «Жолама маған, естимісің? Қазір тура мынамен сені бір қоямын, айтпады деме», деп үркіте сөйледі. Жігіт болса: «Ажар, саған расымен жамандық жасайды ғой деймісің? Өйтпеші», деп қолына алдыға соза беріп еді. Ілулі тұрған бір қарын майға көзі түскен қыз асығыс соның қасына жетіп: «Енді маған жақындасаң, мына майдың быт-шытын шығарамын. Ал шешем келгенде мені сен істедің деймін, мұны сен істедің деймін», деп қорқытуға көшті. Жігіт расында осы сөзден зәресі қашты ма, жоқ басқа себебі болды ма, әйтеуір есік жаққа бұрылып бара жатып: «Қамбада түнессең тоңып қаласың, үйге кіріп жат. Енді қасыңа жоламауға сөз беремін», деді де сыртқа шығып кетті. Қолындағы орақты көтерген қалпы біраз тұрған қыз айналасына қарайлап ойын жинақтап алған соң, әлгі қарын майды шешіп алды да қамбаның бір бұрышына барып отырды. Қолындағы орағын да тастамады. Мейлі, үсік шалса да бүгін осында түнегенді жөн көрді. Түннен тоңып шыққан Ажар күн шығысымен шешесінің келуін күтпестен жолға шықпақ болды. Осы оймен үйге кірді. Дәл өзіндей далада түнемесе де, таңға көз ілмей, қамба мен үйдің арасында жүріп шыққан Әбдіреште ояу болатын. Ажарға бір қараған жігіт кешеден кейін қасына жақындағанды былай қойғанда, тіпті үнсіз тұрса да оған енді сүйкімді бола қоймасын бірден ұқты. Сол себепті бөлме ішінде зыр жүгіріп киім-кешегін жинастырған Ажарға мұңая қарап бір шетте тұрды. Сәлден кейін бар затын дорбасына салған қыз асығыс сыртқа шықты. Әбдіреште сөйтті. Соңына үнсіз басып, қораның қасына барды. Атын жетектеп шыққанда, ерттеп үстіне мінгенде тіл қатпады. Тек орнына қозғала бергенде жүгенінің бір шетін бас салып: «Ажар, менің жасым 18-ге келді. Үйленуім керек. Бірақ өзгенің басқа пендеге жолағым жоқ. Сол себепті қанша күт десең де күтейін. Тек бетімді қайтармашы. Титтей үміт сыйлашы. Маған деген бір ауыз жылы сөзіңді қишы», деп өтінді. Алайда бұған да жіби қоймаған қыз: «Күтпе. Алатын қатыныңды ала бер. Өлсем де саған тимеймін. Тұр былай жолынан», деді де аттың бүйірінен қысып кеп қап орнынан қозғалды. Әбдіреш болса соңынан қимай қарап қала берді. 1943 жыл. Қыс. Соғыстың соңы көрінбеді. Бар азық-түлік киім-кеше, қару-жарақты майданға жөнелтіп отырған халықтың жағдайы мәз емес еді. Десе де көнбестен басқа шара қалмады. Қатында, балада піскен. Ажардың жылқы баққанына міне биыл 2-ші жылдан асты. Алғашқы жылы Хамит ағасының шешесі Бәпи жеңгесімен бірге жүрген ол әбден тәжірибе жинаған соң, соңғы жыл жалғыз жылқы сақау ауруына шалдығып, емдеу керек болған кездерде жұмыс күрт ауырлай түсетіндіктен елден Хамит пен әйелі Жамал көмекке келеді. Осының бәрін ескеріп, басқа халықты жарытпаса да, колхоз басшылығы мал баққан адамды жалақыдан айырмады. Еңбегі толық бағаланып, шәй тұзбен де, кендір көйлек киіммен де, герзі етікпен де қамтамасыз етіп отырды. Ажардың бұл тапқан табысы бүкіл әулетті асырауға да жетіп тұрды. Одан қалғанын жер ана өзі береді. Жаз бен күзде Талғардың тауына жайлауға, күзеуге шығып, тамылжып пісіп тұрған жабайы бүлдіргенін, қарақаты мен басқа да толып жатқан жемістерін азық етеді.
Ал қыс көктемде іленің бойын жағалап, қыстау мен көктемге аттанады. Малшылар іленің бойын іленің көпірі деп атайды. Сол жылдары осы маңдағы қамыс зауыты да, іленің өзі де малшыларға көп жәрдем берді. Әркез бұрқанып жататын асау іленің бойы қаңқылдаған қаз үйрек, қамыс қоғаға бай. Сол қаз үйректің өзі де, жұмыртқасы да азық. Қиын қыстау кезеңде не тау жағала, не көл жағала деп бекер айтпаған халқымыз. Бүгінде ажар жылқыларымен іленің бойын жағалаған болатын. Жаздағыдай емес, қыста қасқырдың шабуылы көбейетіндіктен қойшылар қатар жүргенді жөн көрді. Таңғы 4-5 шамасы, үскірік аяз. Әлденеден сезіктенген жылқышы қыз тыныш жата алмай, жыңғылмен от жағып ұйқы қашыру үшін отқа ет қақтай бастады. Әдеттегідей өзі мінетін аттың шылбыры білегінде. Атты жіберуге әсте болмайды. Алда-жалда жылқы үркісе, жапанда жаяу қаласың. Ондай бола қалса, аман қалуың екі талай. Кенет жақын маңдағы қойшының жан дауысы шықты. Орнынан ұшып тұрған ажар қойшыларға қасқыр шапқан екен деп шешті. Сөйтсе, қасқыр қойшыларды емес, мына өзін айналдырып жүріпті. Мұны сезген ақ айғыр аяқ астындағы қарды боратып тулап, жылқы үркіп, тайлар кісінеп, алай-дүлей болды да кетті. Мән-жайды енді ұғып ес жиған қыз атына қарғып мініп, айғай сап жылқы ішіне кірді. Сөйтті де жұмыр байталының сілейіп құлағалы тұрғанын көрді. Артынша айналасына қайта ала-жұлақ қарап қасында жатқан қасқырды байқады. Зәресі қалмады. Осы кезде ауаға мылтық атып, қасына жеткен қойшының бірі байталды айналшықтап жүріп: «Шабына жармасқан екен, жарып жіберіпті. Ал мынаны қара, айғыр қара құстан тепкен екен, өзі арланға ұқсайды. Ол да сеспей қапты», деп жатты. Мұны естіген қыз өлі байталды үйірден бөліп әкетіп бара жатқанда да, оны қимаған айғырдың тулап кісінеген кезінде де өң мен түстің арасындағыдай күйде болды. Бұған дейін жылқы малына жақын жүрген оның адамгершілігі жоқ, кей адамнан осы жануардың артықтау көретіні осыдан болса керек. Үйірін қорғап, жауын жықса да байталынан айырылып қалған айғырдың зары да сары қыздың көкейінде өмір бақиға жатталады. Келер жылдың көктемінде қыстан аман-есен шыққан малдың толық санын айтып есептету үшін Талғардағы конторға келген қыз бар шаруасын бітірген соң жалақысын алып үйіне келді. Бұл жолы да бар тапқанын қолына алған шешесі мәз. Ас үйде жүріп, ыңылдап ән салады. Алайда оның бұл қуанышының астарында не жатқан ажар әбден кеш түсе бір-ақ білді. Кешкі астан кейін сыртқа шығып қорадағы атына жем шөбін салып, ішке кірген оған ауыз үйде отырған шешесі: «Қарғам, төреге саған арнап төсек салып қойдым. Жуынып келсең, жайланып жата бер», деді жымия. Бұл күнге дейін мұндайды естіп көрмеген қыз бір жамандықты іштей сезгендей бөлме ішіне сұқтана қарады. Сөйтті де іште 2 төр көрпенің қатар төселіп, 2 адамға арналған жатын орын әзірлегенін көрді. Мұның себебін ұқпағанын түсінген шешесі көп күттірмей бүгін үйге әбдіреш келіп қонады. Оны өз қасыма алып жатпаймын ғой. Сол себепті төсекті сенің қасыңа салып отырмын, деді сықылықтай. Бір сәтте сары қыздың төбесі шымырлап кеткендей болды. «Мен мына орынға жатпаймын», деді зіргетті. Мұны естіген шешесі: «Мынау қайтеді? Сені кім қатын көріп тұр? Сенен басқа қыз құрып қалды ғой деймісің? Әлде қандай болма, жатта ұйықта. Бұл үйде әкеңнен қалған орын жоқ. Сендей тұл жетімге баспана бергеніме алғыс айт», деп арқасы қоза кетті. Осы сәтте ішке әбдіреш кірді. Ең болмаса, өзгенің көзінше өзін жерге теңеген естігісі келмеген соң, екеуіне бірдей тістене қараған қыз түпкі бөлмеге кіріп дайын төсекке жатты да бетін көрпемен бүркеп алды.
Сондағы бар ойы қайтсе де осы түннен жанжалсыз аман шығып, таңның атысымен конторға барып, тиесілі демалыстан бас тартып, қайта жұмысына кіру еді. Мұны көрген шешесі Әбдірешке жымыңдай қарап, «Жүр, шырағым, тамақ ішіп ал. Содан кейін сен де жатып деміңді ал», деп есікті шымылдығын жапты. Қараңғы бөлме ішінде көрпе астында біраз жатқан Ажардың сәлден кейін беті буланып, тынысы тарылды. Бірақ бүгін тұншығып қалса да басын көрпеден шығарғысы жоқ еді. Бірақ келесі сәтте-ақ әлде біреудің қасына келіп жатқанын сезісімен орнынан ыршып тұрған өзі де байқамай қалды. Үстіне жамылған көрпесін уысынан шығармаған қалпы айналасына тінтей қараған ол, төсектен өзімен қоса көтерілген жігіттің шошынған жүзін көрді. Артынша есікке таңылған шымылдыққа қарап, өзге бөлмедегі май шамның сөнгенінен шешесінің жоспарын ұққандай болды. Бойын бірден ашу биледі. Соның екпінімен бірден қарсы шапшып, алдында тұрған жігітті қабырғаға қапсыра тақап тұрып, бәсең дауыспен: «Айтпады деме, осыдан маған жолайтын болсаң, өлтіре саламын. Менің жоғалтар түгім жоқ, айтқаным айтқан», деді. Жігіт қарсы келмеді. Осыны көрген соң ғана Ажар кері шегініп, едендегі өзіне салынған төр көрпені жұлып алып, алақандай бөлменің арғы бұрышына апарып төседі. Осылайша түннің бір уағына дейін қабырғаға қарап жатып, бөлме ішіндегі дыбысты аңдып кірпік қақпады. Оны да аз көретіндей ара-арасында арт жаққа жалт бұрылып қарап та қояды. Арадағы тағы бірнеше сағат өткен. Бұл кезде торуылдан әбден шаршаған қыздың көзі ілініп кеткен болатын. Тыныс алуы да бір қалыпты. Неше сағаттан бері осыны күткендей қыбыр етпеген жігіт кенет орнынан көтеріліп қыздың бас жағына барып отырды. Осы сәтте бойын сан қилы сезім керді. Олай етуінің қанша тырысып бақса да, уысына түсіре алмай-ақ қойған мына қаршадай қыздың алаңсыз ұйқыдағы бейнесі себеп болды. Мұп-мұмақан көрінді, мінезі де тіпті асау еместей. Сол себеп болды-ау, жігіт еріксіз қолын созып, сүйіктісінің маңдайын сипады. Қап, дәл осы әрекет үшін өзін не күттерін білмеді-ау. Қолын жинап үлгермеді. Орнынан атып тұрған қыз жігітті жығып, үстіне қарғып мінді де, қос беттен ашы тырнақпен осып-осып кеп қалды. Сөйтті де тіл қатпай қайта орнына барып жатты. Ал екі бетін алақанымен басқан жігіт дыбысын шығармауға тырысып, сыртқа шығып кетті. Бұл түні кері оралмады. Таң атар атпастан орнынан тұрған қыз малды тексермек болып қора жаққа бет алды. Жол жөнекей ауланың арғы жағында сырт қарап тұрған жігітті байқаса да, көрмегендей сыңай таңытып, қасынан өте шықты. Мал жайғап, біраз жүрген соң, үйге кірген бойда әйімнің де, інісінің де оянғанын байқады. Өзін көрісімен жадырап шыға келген ол: «Ал, болашақ күйеуіңді қойныңда түнің қалай өтті?» деп тістей сөйледі. Ажар тіл қатпай, таңғы асқа шай-пәйін әзірлей бастады. Онда да қатығына тиген жолын іздегендей шешесі: «Әбдірештің таңғы асын дайындап жатырмысың? Оның дұрыс. Жұмысқа тоқ барса табысы мол болады. Балам, жүгір, ағаңды асқа шақыр», деп ұлын жұмсады. Әлі де тіс жармаған Ажарды көзден таса етпеген әйімнің жүзінен күлкі кетпеді. Тек ұлы мен ері ішке кірген інісінің бетін көрген кезде езуі сап жиылған ол: «Ойбай, Әбдіреш-ау, бетіңе не болған? Мынауың не?» деп асығыс қасына жетіп, бетіне созыла беріп еді. Қолын қағып тастаған Әбдіреш: «Алаңдама. Түнде жылқылар осқырына берген соң сыртқа шығып ем, шеңгелге жығылып бетімді жырып алдым», деп қысқа қайырды да асқа отырды.
Осылайша шындықты білер екеуі дәл бір келісіп алғандай жандай. Күннің келесі бөлігінде де бұл жайтты қозғап тіс жармады. Түс кезі болатын. Конторға барып, өтініш жазса да жұмысқа шығуға рұқсат ала алмаған сары қыз қайда барары білмей, Талғарды біраз аралаған соң Хамит ағасының үйіне келді. Мұның келгенін байқаған Жамал жеңгесі бірден шайын қойып жатып, «Еркем, жақсы келдің. Жолымыз болғанда ағаңда жайылымға кеткен. Өзіңмен бір жүздесіп, сөйлесудің жолын таппай жүргенем», деп оңаша отырғандарына қарамастан, айналасына елеңдей қарап қойып, дауысын бәсеңдете сөйледі. «Жеңеше, тыныштық па?» «Тыныштық қой, еркем. Мына Талғардың тауының көп бөлігінің иесі Ақмолда қарттың, білемісің?» «Естуім бар. Бірақ көзім көргем жоқ. Жай ма?» «Қалқам, ендеше тыңда. Өткен айда ағаң екеуміз базарға барғанымызда, сол Ақмолданы кездестірдік. Қасында 17-ге енді толған ұлы бар. Сол кезде ойламаған жерден әлгі Ақмолда ағаңды бір қызық әңгімеге тартты. Сені ылғи сырттай бақылап жүргенге ұқсайды. Еңбек қорлығың ұнаса керек. Саған құда түскісі бар көрінеді». Мына сөзді естіген Ажар бірден, «Сонда мені өзіне тоқал етем дей ме?» деді зәресі қалмағандай. «Еркем, дұрыс ұқпадың. Өзіне емес, жалғыз ұлына алып бергісі бар екен. Есімі Шайқы көрінеді. Жеңге, сонда сол бай осы маңнан менен өзге қыз таппай қалып па? Сенің қай жерің кем, қалқам-ау? Сен де дәл ағаң тәріздісің». Ол да бірден сондай ойға келді. Сол себепті бұл жайлы өзіңе айтуыма рұқсатын бермеді. «Бірақ жарығым, мен сенің сүйгеніңе барғанды қалаймын. Соңғы көріскенімде шешең сені Әбдірешке бергелі отырған айтып қалды. Ол жайында не ойың бар?» Мына сөзді естіген қыз тұнжырап, «Жеңеше, Әбдірешке тисе менің күнім не болмақ? Сонда өмір бойы өгей шешенің қыспағының қасында өтемін бе? Қалай көне саламын?» деді. «Олай болса мына жігітпен бір көріскенге қалай қарайсың? Бәлкім жарасып кетерсіңдер». Біраз ойланып үнсіз отырып қалған Ажар сәлден кейін, «Мейлің, көрсем көрейін», деді ақырын ғана. «Олай болса мен жігітпен кезігуді жолын қарастырайын. Жаңалық болса өзіңе бір хабарын берермін». Келісім осы болды. Келесі күні таңертеңнен үй шаруасына жүрген Ажар есік алдына салт атты келіп тоқтағанын байқап сыртқа шықты. Үйде құрақ құрап отырған әйім де қоса ерді. Келген Жамал болатын. Амандық саулықтан кейін үйге кіріп шай ішіп, ананы мынаны сөз еткен ол, «Жеңеше, рұқсатыңызды берсеңіз, Ажарды бірнеше күнге киіз басуға алып кеткелі келіп ем», деп келгендегі себебін түсіндірді. Мұны естіген әйім, «Бұл қыза маған еш пайда болмайтын болды. Қысы-жазы жылқының соңында, ең болмаса осы демалысына төркініме барып қайтсам деп едім. Сол себепті көп күнге жібере алмаймын. Барса бір күнге барып, ертең кешке қарай қайтсын. Мен арғы күні жолға шығамын», деп шешімін айтты. «Жақсы, ендеше солай-ақ болсын», дескен соң Ажар жеңгесімен бірге жолға шықты. Үйдің маңынан ұзай бергенде Жамал артына бір қарап қойып, «Қалқам, кеше хабар беріп ем», жігіт бірден жауабын айтып жіберіпті. «Бүгін түс қайта кездесуге келмекші. Өзгенің назарына ілікпеу үшін базар маңында жолғасыңдар. Сол себепті осы жүргенінен бірден Талғарға тартамыз. Атқа қамшы бассақ, дәл уақытына жетеміз. Бөгелмейік», деп мән жайды түсіндірді. Мұны естіген қыздың жүрегі зырқ ете түскендей болып үнсіз қалды. Тек келісілген уақытта базар маңына жақындай бере, «Жеңге, сонда көріскен кезде мен оған не деуім керек? Қобалжып тұрғанымды қараш, бармай-ақ қойса қайтет», деп аттың басын бұрды. Жамал болса, «Қалқам, саспа. Еш нәрсе деудің қажеті жоқ. Тек бір-біріңді көріп, сынап қайтасың», деп сабырға шақырды. Бірақ Ажар келісімін беріп үлгерген жоқ. Жеңгесі, «Әне өзі де тұр», деп ағаштың саясында тұрған екі жігітті көрсетті. Неге екені белгісіз мұны естігенде, қасқырдан қорықпаған сары қыздың жүрегі тарсылдай жөнелді.
аяқ-қолы суып, маңдайын суық тер басқандай болды. Соның әсері болса керек. Жақындай келе жеңгесі аттан түскенде бұл өйтуге асықпады. Мұны байқаған жеңгесі жігіттермен амандасып жатып, «Қалқам, қане аттан түс», деп жүгенді қолына алды. Біраз қипақтаса да қыз жеңгесінің дегеніндегідей қылды. Осыдан кейін жігіттің біріне қараған Жамал, «Шайқы, үй ішің, әкеңнің халы жақсы ма?» деп сары қыздан естісін дегендей нақтылай сұрады. Бұған «Иә шүкір, аман есен», деді орта бойлы, ақ құба келген сымбатты жігіт. Осы кезде манадан жанарын көтере алмай қысылған қыз басын көтеріп жігітке тіке қарады. Шайқы да сөйтті. Іле-шала өжет қыздың қарай беруге дәті шыдамай, жанарын қайта ала қашты. Ары қарайғы жеңгенің дегенінің бірі де есінде қалмады. Ұзаққа созылмаған кездесуден үйге оралған Жамал, «Қалқам, не айтасың? Жігіт көңіліңнен шықты ма?» деп сұрады. Ұзақ ойланбаған қыз, «Жеңеше, ұнағанда қандай? Осы адаммен 3 жыл үй болып, бір жүрсем де арманым жоқ», деді күлімдей. Бұған жеңге, «Айналайын, ендеше жігіттің жауабын күтейік. Сүйгеніңе қосылшы, сүйгеніңе», деп батасын берді. Уәде еткенде келесі күні үйіне оралған Ажар, ертең кешке кері қайтамын деп төркіндетіп шыққан шешесін жолға шығарып салды. Келесі күні түске дейін үй ішінде біресе ананы, біресе мынаны істесе де еш ойын бөле алмады. Көз алдынан Шайқының бейнесі кетпеді. Түс ауған шақ болатын. Қора маңында жүрген қыз Жамал жеңгесінің келгенін көріп, жаңалық барын ұқты. Аттан түскен келіншек бірден үйге кіріп, «Қалқам, Шайқыдан хабар жетті. Әкесі рұқсатын берген көрінеді. Бүгін кештен қалдырмай өзіңді алып кетпекші. Барамысың?» деп сұрады. «Барамын жеңге. Ендеше жинал. Сағат 8 шамасында келеді. Шешен келгенге дейін кетіп үлгеруің керек». Осыдан кейін сағаттай созылды. Ажардың жинастыратын киімі де жоқ еді. Бар көйлегі оңып, тозығып кеткен. Сол себепті үстіне ең жақсы кендір көйлегін киіп, жігіттің келуін күтті. Келісілген сағатта үй маңына салт атты 2 адам келіп тоқтады. Екеуінің бірінің бойынан Шайқыны таныған Жамал Ажарды ертіп, сыртқа шығуға асықты. Кеш қарауытып келе жатқан үкіметтің аты болған соң, Ажар өз атын қалдырып, Шайқының атына мінгесті. Дәл жүрер алдында қайын сіңілісін құшақтаған Жамал, «Айналайын, қайда жүрсең де аман жүр», деп жылап шығарып салды. Жастардың ұзап кеткеніне көзі жеткен соң, жылдам басып, қора маңына келіп, қуғыншының жүрісін баяулату үшін байланып тұрған аттың ер тоқымы мен қамшыны жасырып тастады. Сөйтті де үйге кіріп, әйімнің келуін күтті. Әбден қараңғы түскенде Ақмолданың шаңырағына түскен Ажарға өз үйінен кейін мына зәулім үй сарай көрініп, бірден ішке кіруге жүрексінді. Жастардың келгенін естіп, жігіттің жеңгелері бірінен кейін бірі сыртқа шығып, келінге шашу шашып, басына ақ орамал жауып, үйге кіргізді. Маңында шырылдасқан әйелдерді көрген соң, біраз көңілі тынышталып, ішке кірген қыз бөлменің төрінде отырған Ақмолда ақсақалды көріп, есік аузында сілейіп тұрып қалды. Бұған сақал мұртын жіберген қайын атаның сұсты жүзі себеп болса керек. Осыны түсінгендей бір жөткірініп алған қария, «Осы үйге еңбегің сіңіп, құтты келін боларыңа сенейік», деп қысқа қайырып батасын берді. Осымен сары қыз келін атанып, жаңа өмірге аяқ басты. Ажардың қашып кеткендегі жайлы хабар әйімге де конторға да тез жетті. Келесі күні қуғыншы боп келген Жамал жеңгесінің сөзінен шешесінің бұл жаңалықты көтере алмай көп тулағанын естіді. Арада бірнеше күн өткен соң, шақыртудан бұрын колхоз басшысына барған Ажар арыз жазып, енді жылқы бақпай жеңгелермен бірге егістікке шығуға сұранды.
Осылайша бұл мәселе де шешілгендей еді. Алғаш кездері жаңа түскен келін жаңа үйінде қасында жүрген күйеуін де жатсынып жүрді. Оның үстіне сұсты қайын атаның мінезі де жұмсақ емес еді. Бір дегенін екі айтпай айналасындағыларды бір көзқараспен-ақ басқаратын. Бұл әмірі тек өз үйінде емес, өзінен кіші 4 іні мен келінге де жүріп тұрды. Мұны бөлек тұрса да, екі күннің бірінде қайын ағаның үйіне келіп, шаруасын істейтін келіндердің ісінен ақ көруге болатын. Ақмолданың үйіне келін түсерін естігенде қуаныштарын жасырмағаны да содан болса керек. Арада бір аптадай уақыт өткен. Түйдей құрдас, 17 жасар Шайқы мен Ажар ерлі зайыптыдан гөрі жас балаға көбірек ұқсайтын. Осыны қызық көрген жеңгелер ата жоқта қырмандағы жұмыстан қолдары қалт етсе, екеуін күрестіріп мәз болады. Қарсыласынан жеңіліп көрмеген қыз Шайқыны бірден жықса, бірде жыға алмай мазасы кетеді. Десе де жеңгелердің арасында еркін жүрген бұл күніне өзі іштей разы еді. Бар ғұмырындағы өзін шексіз бақытты сезінген уағы да осы болса керек. Таңда ерте оянған Ажар күндегідей егістікке кеткенге дейін үйге су әкелмек болып құдық басына келген. Ақырын әндете жүріп, шелегін құдық ішіне тастады да, тетігін орай кері көтере бастады. Алаңсыз болатын. Сол себепті әлде біреудің ту сыртынан келіп қалған аңғармады. Тек арт жақтан «Ажар» деген дауыс естіген кезде ғана селк етіп жалт бұрылып қарсы алдында тұрған Әбдірешті көрді. Бұл көрісуге дайын емес еді. Таңырқағаны сонша, қолындағы жіпті жіберіп алып, шелегі құдық ішіне қайта көмпетті. 10 шақты күннің ішінде жігіт жүдеп кеткендей көрінді. Мұңлы көзбен үнсіз қарайды. Неге екені Ажар оның алдында кінәсі бар адамдай «Сен мұнда қайдан жүрсің?» деп бірінші боп тіл қатты. Бірақ жігіт жауап бермеді. Тағы біраз үнсіз қарап тұрған соң «Ажар, сүйген байыңа жеттің бе?» деп сұрады. Дауысында аз діріл бар еді. Ұзақ ойланбаған қыз «Иә, жеттім» деп нық қобалжуын көрсеткісі келмей. Дәл осылай жауап берерін іштей сезген жігіт күшпен жымиды да, қалтасынан бір жапырақ қағаз шығарып, «Ажар, маған да шақыру келіпті. Соғысқа аттанып барамын», деді ақырын ғана. Артынша біресе көкке, біресе жерге қарап, ойын жинақтай алмағандай біраз тұрды да, «Ажар, сені қаншалықты сүйетінімді білсең ғой. Өмірдегі жалғыз жарығым өзің ең. Сені өзге түгілі өзімнен қызғанушы ем. Енді өмірімде еш мақсат қалмады-ау. Ең болмаса артымда жарым болып сен қалсаң, мен кері оралу үшін бәрін қылар ем. Бірақ ондай да жоқ. Сол себепті мен майданға оралу үшін емес, өлім құшу үшін барамын», деді де, көкейіне тығылған өксікті басқысы келгендей терең тыныстады. Әншейінде жігітке ауыз аштырмай тулайтын қыз бүгін олай ете алмады. Жай ғана жігітке тесіле қарап сілейіп тұра берді. Тек біраз ентігін басып алған соң Әбдіреш қайта «Ал саған Ажарым, тілерім» дей бергенде еріксіз бірнеше адым кері шегінді. Жігіт болса «Саған тілерім өмірде байға жарма. Бұл өмірде кімді артық сүйсең соған жете алмай зарығып өт. Сонда бәлкім менің халімді ұғарсың. Мына мені де бір аярсың», деді де, көзден тамып кеткен жасын көрсеткісі келмей, сыртын айналып кете барды. Сол жүргеннен тоқтаған жоқ, кері бұрылып та қарамады. Ажар болса, дәл кісенделген жандай тұрған орнынан тырп ете алмай қала берді. 1946 жылдың жазы. Соғыс біткеніне 1 жылдан астам уақыт өтіп, майданға кеткен жауынгерлердің соңғы легі де оралған. Өкінішке орай, бұл сұм соғыс көпті аямады. Біреудің жары, баласы, жалғызы деп қарамады, жалмады.
Талай ер оралмай мәңгілікке сол майданда қалды. Оның ішінде Ажардың баққан әкесі Байқоныс та, Әбдіреш те бар еді. Бұл күні 9 айлық тұңғышы Түлеуді жотасына байлап алған Ажар қырманда еңбек етіп жүрген болатын. Бұл соғыстың кесірінен ер адамының саны күрт кеміп, ауыр жұмыс әлі де әйелдің иығынан түспеген бүтін халыққа тән құбылыс еді. Бірақ соғыстың жоқтығының дәмін татқан ел бұған налымайтын, қиналып көпір етпейтін, осы күнінде шүкірлік ететін, оны қырман басынан да, жайылым далардан да шығып жататын әндерден байқауға болады. Бұл 3 жылға жуық уақыт ішінде Ажар өзі сүйіп қосылған шайқы мен мінезі зіл қайын атаға да үйренісіп қалған болатын. Жеңгелерімен де тату, солармен бір жүргелі үй шаруасындағы құрақ құрау, кесте тігу, киім пішу сынды тірлікті меңгеріп, қолы іс біліп қалған еді. Кешкілік өзге әйелдермен бірлесе ат арбадан түскен Ажар үйіне қарай бет алды. Бұл күннің өзге күннен еш айырмашылығы жоқтай көрінді. Бірақ олай емес боп шықты. Өміріне орасан өзгеріс әкелетін адам өзі келіп, мұны үйде тосыпты. Қақпадан кіре бергенде есік алдында отырған шайқыны байқады. Жабырқаулы еді. Себебін келесі сәтте ақ үй ішінен шығып жатқан өз шешесінің ашы дауысын естігенде түсінді. Қасына жақындай келіп, қолындағы баланы алған шайқы, шешеңнің келгенін естіп, жұмыстан ерте келуіңе тура келді. Қазір ішке кірмегеніміз жөн, өздері бір келісімге келер деп ойымен бөлісті. Бұл әйімнің осы 3 жылда 4-ші рет шағым айтып келуі болатын. Келген сайын Ақмолда қарияға бағып-қағып өсірген аяулы қызын қалың малсыз, тегін алғанын айтып бүлік шығаратын. Бүгін де бір әулетті асырап отырған қызымыздың пайдасын жалғыз көріп жатырсың. Бәлкім сіздің көксегеніңізде сол болар деп ашына сөйлеп жатты. Мына сөзі сыртта тыңдап тұра беруге шыдамы жетпеген Ажар ішке бет алды. Бірақ келесі сәтте қайын атаның өзің не айтып тұрсың? Қызы тегін алсақ та осы 3 жылда бергеніміз аз болды ма? Әрбірден кейін осынша құн төлейтіндей мен біреудің қадірлі қызын алып па ем? Мейірімі түсіп, есігінің алдындағы құлын алғам деген сөзін естіді де төбесінен жай түскенде сілейіп тұрып қалды. Бір сәтте 3 жылдық баянды өмірі көз алдынан өте шықты. Өткені де, келері де бұлыңғыр тартты. Онысын атада, шешеде байқады. Сол кезде атадай емес, әйім дәл осылай болғанына қуанғандай күле қарап тұрып, Ажар, түн жамылып қашып кеткеніңде осы сөзді естіріңді біліп пе ең? Қалағаның осы ма еді? Деп одан бетер жүрегін тіле түсті де үйден шығып кете барды. Ажар болса атаға тесіле қарап қала берді. Жанарында тамшы жас жоқ, өкпе бар. Мұны ұққан қария, несіне сонша таңғаласын? Естігенің өтірік емес. Мұны өзің де білесің, деді де кетпек болып кері бұрылды. Осы кезде ішке кірген шайқы, әке, мұныңыз не? Ажарды сүйіп өзім таңдап алғанымды білесіз емес пе? Деді де ренішін жасыра алмады. Ажар болса атасының жотасына қарап тұрып, мен енді бұл үйде қалмаймын деп кесіп айтты. Мұны естіген қария одан бетер түнеріп кері бұрылды да, мейлің, өзің біл, ешкімді ұстамаймын деп зірк етті. Сонда шайқы, Ажар, жинал, дәл қазір кетеміз деп сыртқа бет алды. Кеш қарауытып келе жатқан кез еді. Ат арбаны қақпа алдына қойған шайқы көрпе жастықтарды арба үстіне тиеп жатқан болатын. Қасына киім-кешек болған түйіншектерді көтеріп Ажар да жетті. Осы кезде үйден шыққан қайын ата сақалын сипап тұрып, «Ей, Ажар, сенің мына дүниеге жармасқаныңды қалай ұғайын? Әлде сенің бұл үйде әкеңнен келген зат бар ма еді?»
деді қоңыр дауыспен. Бұл сөз тиер жеріне дөп тиді. Ажар қолындағы жүкті тұрған жеріне тастай салып, күйіп қалғандай кері шегінді. Мұны байқаған шайқы, Ажар, көтер жүкті, бер әкел, деді бұйырғандай. Ажар олай ете алмай атасына бір, жүкке бір қарады. Сонда шайқы арба үстінен қарғып түсіп, жүкті көрпелер арасына апарып салды. Сонда атасы, байқаймын, келін, сен ұмытайын деген екенсің. Ал мен ұмытқам жоқ, бәрі есімде. Және осы күннің де туарын сезгендей, сенің бұл үйге кіргендегі көйлегіңді қаңбаға ілдіріп қойған ем, деп деді мысқылмен. Рас айтатын, ол көйлектің 3 жыл бойы қамбада ілулі тұратын өзі де күнде көретін, бірақ оның себебі дәп мұндай боларын ойлаған емес еді. Күллі өмірінің күл талқаны шыққандай болды. Бір сәтте бойын ашу да, намыс та, өкініш те, өкпе де қысты. Қайсы күштірек екен өзі де ұққан жоқ. Бірден қамбаға қарай жүгірді. Жеткен бойда ішке кірді де, шегеде ілулі тұрған көйлекті көрді. Тұла бойы мұп-мұздай болып шыға келді. Онда да бөгелген жоқ. Үстіне киген киімін шешіп тастап, өз көйлегін киді. Сөйтті де кері шығып шайқыға, бұл үйден бір ине әкетпеймін деп кесіп айтты. Бұған шайқы, көп сөзді қысқарт,